Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен химия сабағында қолданылатын әдіс-тәсілдермен бөлісемін. Химия сабағында бірінші сабақтың тақырыбын анықтау барысында миға шабуыл әдіс-тәсілі арқылы сөз жұмбақ қолданамыз. Бұл жерде оқушылар сөз жұмбақты шешеді. Сөз жұмбақты, яғни азотты сипаттаған ғалым, ауаның 78% құрайтын элемент, тағы да басқа деген сияқты мынау сұрақтарға жауап бере отырып, фосфор деген сөзді табады. Одан кейін оқушылар химиялық жұмбақ қоямын. Химиялық жұмбақ қоя отырып, Менделеев қалашығында негізгі көшесінде 15-ші үйде 5-ші подъезде 3-ші қабатта тұратын бейметалл азоттың көршісін атаңыз. Одан кейін оқушыларға таза тақта әдісін қолдану арқылы бұл жерде мынау стикерлерге үйге берілген тапсырманы жазамыз және стикерді алып үй тапсырмасына жауап бере отырып тақтаны тазалайды. Тақтаны тазалаған кезде тақтаның астынан бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы шығады. Яғни біз сөз жұмбақ арқылы, одан кейін жұмбақ қою арқылы, тақтаны тазалау арқылы біз сабақтың тақырыптарын анықтай аламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фосфор және оның қосылыстары деген жауап шығады. Енді біз сабақты бастағанымыздан кейін үшке бөлген тобымызға тапсырмалар береміз. Бірінші тапсырма бұл қандай элементтер? Яғни бүгінгі тақырыпта берілген элементке байланысты 3 түрлі тапсырма беріледі. Бұл жерде бірінші тапсырма бұл қандай элемент? Яғни бұл жерде химиялық элементтердің қасиеттері айтылады. Екінші, бұлар кімдер? Яғни тақырыпта берілген фосфор элементінің, яғни 3 түрі болатындығы, яғни ағы, қарасы, қызылы болатын секілді, ақбай, қарабай, қазбек деген сыңарым бар деп үшеуі өздерінің 3 түрлі қасиетін айтады. Одан кейінгі 3-ші тапсырмамыз халқымыз не дейді? Яғни фосфорды халық сиқырлы от деп атайды. Сиқырлы от, яғни біздің күнделікті қолданып жүрген сіріңкеміз. Сіріңкені, яғни сипаттай отырып, оқушылар осы сұраққа жауап береді. Енді қорыта келгенде 3 топқа берілген 3 тапсырма бүгінгі сабағымызда берілген фосфор элементін жан-жақты қасиеттерін, топқа бөлінуін, оның пайдаланылуын, қалай айтылуын ашады. Одан кейінгі тапсырмамыз, яғни қалыптастырушы бағалауда біз ақ фосфор, қызыл фосфор элементтерін, реакция теңдеулерін аяқтау үшін тапсырмалар ұсынамыз. Яғни 3 топқа ақ, қызыл, қара фосфордың формуласын бере отырып, бүгінгі алған білімдерін бекітуге тапсырма береміз. Одан кейін қосымша тағы да сәйкестендіру тестін береміз. Бұл жерде оқушылар сәйкестендіре отырып, бүгінгі алған білімдерін бекітеді. Бұндай тәсілдерді басқа да сабақтарда, тақырыптарда қолдансаңыздар болады. Тағы да бір әдіс-тәсілім химиялық диктант, яғни сабақтың соңында оқушылардың алған білімін бекіту мақсатында мына жердегі диктантты аламыз. Яғни фосфордың деп мынау 1669 жылы ашылған, Бранд ашты деген қызылмен жазылған сөздерді тастап кетеміз. Яғни оқушылар өз ойымен жазады. Назар салғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім Дәулетқызы.
Түркістан облысы Алпамыс Батыр жалпы білім беретін мектебінің мұғалімі.